Сәлем баршаңызға. Бүгін біз осындай өте дәмді балалар сүйіп жейтін вафли жасайтын боламыз. Ең әуелі менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қазақ каналының дамуына өз үлесіңізді қосып кетіңіз. Осы рецепт бойынша міндетті түрде жасап көріңіз. Көп құрамды қажет етпейді, 3 жұмыртқа болса болғаны. Жұмыртқамыздың үстіне қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Қантымыз бен жұмыртқамызды әбден араластырып алғаннан кейін үстіне ерітілген сары майымызды бірден барлығын құйып жібермейміз, 2-ге 3-ге бөліп құятын боламыз. Майымызды құйған кезде өте жылдамдықта араластырып тұратын боламыз, өйткені майымыз ыстық болғандықтан жұмыртқамыз пісіп қалмауы керек. Мен бұл жерде майымды 2-ге бөліп құйдым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша 3-ге бөліп қойсаңыздар да болады. Ең бастысы араластырып тұруымыз керек. Үстінен ұнымызды 2-ге бөліп сетадан өткізіп салатын боламыз. Барлығын бірден салып жібермеңіздер, 2-ге 3-ге бөліп саламыз. Мінекей қамырымыз да дайын болды. Осындай қоймалжың, өте сұйық емес, өте қою емес, осындай қаймақ тәріздес болу керек. Осындай вафли пісіру үшін осындай арнайы вафлинса болу керек. Бұны қыздырып, алдын ала бір рет қана майлап алатын боламыз. Вафлинсамыз бір қызғаннан кейін өте жылдам піседі. Бірінші рет салғып майлағаннан кейін оны қайта-қайта майлаудың қажеті жоқ. Жалғастырып пісіре беретін боламыз. Бұл жерде қызып тұрған вафлинсамызда уже 1-2 минутта піседі. Қарап тұрып пісіре беретін боламыз. Бізді осылай конус тәріздес қып, немесе өз қалауларыңыз бойынша арасына начинка салып орасаңыздар болады. Мен осылай жасадым. Мінекей достар, өте дәмді, қытырлақ, балалар сүйіп жейтін вафлиларымыз дайын болды. Осы рецепт бойынша сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Менің видеомды соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк, комментария қалдырып, және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.